кез келгенде алға сүйрейтін, алға жылжытатын ол тобыр емес, ол жаңағы тұлға болып саналады. Менің өз түсінігім бойынша алға жылжытатын ол білім мен ғылымы. Әлулайым болса, одан кейін халулайым басталады деген, оның барлығы өтпелі дүние деп санаймын. Әлемдік өзгерістерді жасап жатқан, мысалы, Илон Маскыны алыңыз. Ол бір ғой, құр қаражатпен ештеңе істеп тұрған жоқ. Оның барлығына соны төлеу арқылы соның барлығын жасап отырған мықты, білімді, ғылымды жоғары игерген азаматтар болып отыр. Қараңғы қазақ қоғамында оның барлығы тағы да білім арқылы келетінін біледі. Таныштар, Ахмет Байтұрсындар, олар бір ғой мыңжылдықтардың адамы. Армысыздар, құрметті көрермен, армысыз Алтынбек аға. Эфирге келгеніңізге көп рахмет. Қош. Сіз мемлекеттік мүдде тұрғысында қазір көп үлкен игі шаралар жасап жүрсіз. Мен үшін сіз патриотсыз, отансүйгіш адамсыз. Бүгінгі тақырыбым жалпы патриоттық сананы қалыптастыру. Бұл тұрғыда Алтынбек аға, онау тақырыптан бастасақ, сіздіңше патриот деген кім және оның жалпы өлшемі қандай? Енді жалпы мына тарихи тұрғыдан келген кезде патриот деген сөздің өзі отансүйгіштік деген сөзден біледі ғой. Көне грек тілінен аударған кезде патриот бұл енді отан, одан кейін ол кішкене өзгеріп келді. Мынау латын тіліне қарай, латын әріп, одан кейін бір жаңағы біздің француз тілінің кеңейтті. Француз революциясы кезінде патриот сөзі өзінің бүгінгі негізгі ұғымына отансүйгіштікке қарай келді. Бізге енді бұл сөздің өзі мынау орыс тілінен келгенін білеміз. Отансүйгіштік. Жалпы мен отансүйгіштікті қалай айтсам болады? Енді өзіңіз жаңа шет жағасын айтып өттіңіз ғой. Адам баласы өзінің алдыменен отбасы, отан отбасынан басталады дейді. Мынау отбасы қандай бір жеке дүние болатын болса, отансүйгіштіктер өзіңнің отбасыңды қалай сүйсең, отаныңды да сондай шексіз сүйетін қалыпқа келу. Оның барлығы өмірлік тәжірибемен келетін, немесе жастайынан жаңа отбасына берілген тәрбиемен келетін дүние. Енді бір сөзбен айтқанда, отансүйгіштік менің түсінігімде бұл жеке бастың мүддесінен қарағанда ұлттың мүддесін тұрғысынан отанды сүйе білу қасиеті деп санаймын. Және сол жылда өзің құрған бос ұран сөзбен ғана емес, нақты ісімен көрсете біліп, отанына сіңіретін еңбегі арқылы көрсете білу, ол нағыз патриоттың өзінің бойына біткен қасиет деп санаймын. Патриот, отансүйгіш екеуі бір ұғым ғой? Сода сөзден шыққан ғой. Қарайым, бізде қазақта тұлға деген түсінік бар да. Тұлға ол патриот былай айтқан кезде. Яғни енді қазір соңғы кезде тұлғаны да әртүрлі айтып кеттік қой. Тіпті әлеуметтік желіде миллиондаған подписчигі бар адамдарды тұлға деп қабылдап кеттік. Енді мүмкін көрерменмен келіспейтін шығар, мен үшін тұлға деген басқа. Мен үшін тұлға сіздерсіздер. Енді Алтынбек аға, сіз мемлекеттік қызметте де болдыңыз. Мемлекеттік қызметте жүрсіз, депутат болдыңыз, министрліктесіңіз, ректор болдыңыз, ғалымсыз, үлкен ауыртпалық. Сондықтан мен үшін сіз тұлғасыз. Енді тұлға болып қалыптасуыңызға сіздің осы өмірде не түрткі болды деп ойлайсыз? Мен бұл сөздің бәріне толықтай келісе бермеймін. Себебі тұлғаның да тұлғасы бар. Ол өмірден жаңағы өзінің отанына сіңірген еңбегі арқылы жаңа тарихи тұлғаға айналады. Ал енді бүгінгі күні шын жаңа бір жағынан келісетінім, әрбір әртүрлі жолмен танымал болған адамдарды да тұлға деңгейіне көтеріп қоятын жағдай болды. Тіпті біздерде бір қой, мына личность деген сөзді қазір тұлға деп тәржімалап жүрміз. Сондықтан бұл жағынан келген кезде
тұлға деген сөздің өзіне қандай позициядан келуіне байланысты деп санаймын. Егер действительно, егер де нағыз өзінің тұлғалық қасиетіне, тұлғалық деңгейге өзінің еңбегімен көтеріле білген азаматты біз оны шын мәнінде жаңағы сіздің айтып отырған ойыңыздағы дәрежедегі тұлға деп санауға болады деп ойлаймын. Енді біздерде мынау жалпы өзіміздің жаңағы елімізде тұлға тану саласы кішкене кенжелеп қалғандай болып көрінеді. Үлкен тереңірек зерттелмеген мүмкін сала болып саналады. Ал шын мәнінде сіз ойлап қарасаңыз, кез келген мемлекеттің даму сатысында, оның барға алға жылжуында тарихи рөлінің дұрыс мынау дамыған мемлекеттер болсын, кез келгенде алға сүйрейтін, алға жылжытатын ол тобыр емес. Ол жаңағы тұлға болып саналады. Жеке тарихи тұлғалар мемлекеттің дұрыс алға дамуын алға жетелейтін, алға сүйрейтін тіпті деп айтуға болады. Сондықтан да олар тарихи тұлғаға айналатыны сол. Енді әңгімен арқау болған жағынан тұлға расымен өте келсем, бізде тұлғаны личностьтан тұлға деді ғой. Тұлғаны қазір нақты не соқа анықтамашы ғой заңда тұлға деген. Бірақ жаңағы мемлекет аларға сүйреуші, иә. Сондықтан жаңа айтып отқан мүмкін шын айту керек, қазір әлеуметтік желіде академик, үлкен ғалым азаматтарды көбінесе ел азаматтар білмей жатады азаматтар. Ал жаңағыдай бір шум шығарып басқа азаматтар кәдімге танымал. Кейде бізде сөйтіп айтып отамыз, ана кісілер танимыз дейді, кейде біреу айтады тұлғалық танымалдылықпен өлшенеді дейді. Көресіз, оқырманды көп. Міне сондықтан сонда әттеген енді қазіргі заманның жаңа әлеуметтік желінің ол әсері бар жоқ емес. Бірақ та мен бірдеңе айтқым келеді. Әлеуметтік жала кез келген дүние өзің бар ғой, басында дамып келіп, оны бар ғой өтпелі дүние барлығы. Бірақ та ең соңында жалпы мемлекеттің даму сатысында оны бәрібір менің өз түсінігім бойынша алға жылжытатын ол білім мен ғылымы. Жаңағы бір күндік бар ғой, әлулайым болса, одан халулайым басалады деген, оның барлығы өтпелі дүние деп санаймын. Себебі бір тереңдеп, оның тұңғиығына бойлайтын болсаңыз, ең соңында нәтижелі нақты дүниені беретін бәрібір жаңа ғалымдар, білім жолына берілген адамдар, осылардың барлығы ғана мемлекетті жаңа тұлғаның қалыптасуына әсер беріп, мемлекетті алға жылжытатын, оның дамуында. Тіпті бір шетелдік тәжірибені алып қараңызшы, қазіргі жағдайда. Біздің соңғы өміріміздердің барлығы жаңа технологияларға байланысты өзгеріп кетті. 50 жылда ел жаңа дейді. Міне қарап отырсаңыз, жаңа технологиялар бұл өзгерістерді тіпті жылдамдатып жатыр. Соның ішінде жаңағы өзінің қаражатын дұрыс қолдана біліп, әлемдік өзгерістерді жасап жатқан, мысалы, Илон Маскыны алыңыз. Ол бар ғой, құр қаражатпен ештеңе істеп тұрған жоқ. Оның барлығына соны төлеу арқылы соның барлығын жасап отырған мықты, білімді, ғылымды жоғары игерген азаматтар болып отыр. Міне көрдіңіз бе? Айналып келгенде бәрібір жаңағы сіздің айтқан әңгімелеріңізде оның бәрі сөз жүзінде қалады да, іспен мемлекетті де алға жылжытатын нақты нәтижелер беретін дүние осы ғылым мен білім саласында да ойлаймын. Тұлға, патриотты қалыптастыру әртүрлі кезең болады. Қазір енді бала болсын, үлкен кісі болсын, кейде айтып жатамыз, мысалы, әттеген айды балалар да жасап қояды, үлкендер жасап қояды. Жалпы отан сүйгіш, отан патриотты қалыптастыру қай кезеңде нақты қалыптасуы мүмкін? Адамды отбасынан ба, әлде мектептен ба, әлде жалпы қызмет кезінде ма? Енді мұны былай айтуға болатын шығар. Жалпы бар ғой, мен жаңа деген айтқан жоқпын. Отан отбасынан басталады деп. Шын мәнінде адам баласының жаңа патриоттық сезімі өзінің отбасында дәнегін, жаңа тамырын тереңге бойлату үшін дәні себіледі. Ал мектепте ол дән көктеп шығып көктейді. Мектепте. Ал енді қоғамда
ол сол өзінің жемісін береді қоғам ортасына жеткенде. Бірақ осы жолда біздің тарихи тіпті бар ғой, мынау тұлғаларымызды алып қарайықшы, әйдеу тұлға туралы айтып жатырмыз ғой. Жалпы бар ғой, өткенді білу және өткеннен сабақ ала білу, ол да үлкен қасиет деп санаймын. Мысалы қараңыз, біздің мен өзі туған жерім бойынша ғана қарайтын болсам, бір ғана мына Баянауыл сыртқы округі дейді кезінде заманында, сол елді басқарған Мұса Шорманов деген жаңағы аға сұлтан болды. Бүкіл қазір Баянауыл құбылысы. Облыс әкімі сияқты. Иә, облыс әкімі сияқты. Баянауыл феномен дейді мысалы. Қайдан пайда болды оның барлығы? Сол заманда ол кісі алдын ала көре білді. Көрегендігі сол, бұл қараңғы қазақ қоғамында оның барлығы тағы да білім арқылы келетінін білді. Сондықтан да оның бастапқы қойған міндеті халықтың алдында мынау қалаларға, яғни орыс оқуларына ауылдардағы балаларды жіберу болды. Ертеңгі күні оның барлығы өз еліне келіп қызмет атқаратынын білді. Және көзін аштырады. Ағарту мәселесінде ағартушы ретінде жасаған үлкен жұмысы. Міне, соның бар ғой, ашқан мектептері, медреселері, олардың барлығында кейін жастар оқи біліп, жаңағы оқып келген сырттан Санкт-Петербург, Омск дейді, жаңағы Павлодардан оқып келген азаматтар елін көтерді. Міне соның біреуі жаңағы мектепте оқыған Қаныш Сәтбаевтар. Қаныш Сәтбаев ары қарай оны өздерінің азаматтарын ғана емес, бүкіл Қазақстан бойынша қазақ елінде қаншама кадрларды дайындады. Ол өз жемісін берді ме? Байқадыңыз ба? Сондықтан бір ғой, отбасынан басталған дүние жаңағы мектеп, медреселерді дамыта біліп, ары қарай бір қоғам ортасы өзінің жеткен жетістіктерімен бүкіл қазақ елінің қазына байланған ашып қойған жоқ, сол білімнің арқасында. Сол арқылы қаншама кадрлар, ғылыми кадрларды дайындады. Өйткені көрді, солар арқылы ертеңгі күні Қазақстанның бүкіл жаңағы білімі арқылы экономикасы, яғни өндірісте мынау тапқан жаңалықтары солардың бәрі кіріп, қазақ мемлекетінің іргетасының мықты болу жолында атқарған қызметтері осындай ұшан теңіз болып табылады. Отансүйгіштікті сіз біліммен өлшеп қалдыңыз. Онсыз болмайды. Себебі бір ғой, отансүйгіштік тек қана ұрандатып, жаландатып, баяғы біздің батыр бабаларымыз сияқты жер қорғау ғана емес қой. Бұл бір ғой, еліңнің ары қарай дамып, алдыңғы қатарлы мемлекеттер қатарынан көрінуі. Ол тек қана тағы айтам, білім және ғылым арқылы келетін дүние. Білім мен ғылымы дамыған ел, білім мен ғылымы мықты азамат әрқашанда одан кейін бар ғой, өзінің елінің мәдениеті мен әдебиетін, немесе сол арқылы руханиятын байыту жолында қызмет қылады. Себебі оның білімі жетіп тұр ғой. Ал бүгінгі заманда ол тіпті керек. Осы мәселелердің барлығы. Өйткені мынау мемлекет басшысының Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың мынау жаңа әділетті Қазақстан деп жатырмыз. Яғни жаңа 15 наурызда қабылданған жаңа ата заңымыз, жаңа конституцияда осы мәселелер түпкілікті түрде қойылып отыр. Яғни біздің елдің ғылымы мен білімі арқылы, инновация арқылы адам капиталын күшейту, адамның әлеуетін күшейту. Сол арқылы мемлекетті жаңа бір деңгейге көтеру. Яғни біз өзіміздің салыстырмалы түрде айтатын болсақ, 90-шы жылдар қандай өмір болды? Бүгінгі күнімізде болған жоқ, қиын болды. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында. Әрине эволюциялық түрде біздер қазір дамып келе жатырмыз. Көштен қалып қойған жоқпыз, Құдайға шүкір. Бірақ сол көштің алдына қарай шығу үшін жаңағы айтылып отырған, қойылып отырған үлкен міндеттер ғылым мен инновация арқылы, адамның капиталын, адами капиталды көбейту арқылы біздер қалыптастыру, нығайту, мықты қылу арқылы мемлекетімізді жаңа деңгейге жаңағы заң мен тәртіпті сақтай отырып әділетті Қазақстанды құру жолында еңбектер жасалынып жатыр. Жасалынады да. Солай болуы да керек. Сонда біз
тек қана мынау өз мемлекетімізде ғана емес, орталық Азияда, тіпті бір мемлекетіміздің үлкендігі сондай, территориясы 9-шы, бүкіл 200 мемлекеттің ішінде 9-шы орын алатын мемлекет, үлкен алып мемлекет, ендеше алыптар қатарына қосылу жолында біз қызмет қылуымыз керек. Ол үшін жаңа сіз айтып отырған патриоттық сезім, отан сүйгіштік, міне осының барлығы әр азаматтың бойына жастайынан сіңіре білсек, онда өмірімізді текке сүрмеген деп санауымыз керек деп санаймын. Көрермендерге қағыс ретінде мынандай қызық анықтама шығып тұр. Отан сүйгіштік білім өлшемі, біліммен өлшенеді. Сосын мен жаңа бір сұрақ қойғам, жалпы отан сүйгіштік қай кезінде қалыптасады дегенде, сіз отбасыдан басталады дедіңіз. Енді бір қызық жайт болып тұр. Өзім үшін қасиетті, бүкіл қазақтың жері бәрі қасиетті ғой. Бірақ білім, ғылымға үлкен үлес қосқан қасиетті Баянауыл деген жер бар. Сіздің отан сүйгіштігіңізбен мынау қалыптасуыңыз және соның өлшемі білімнің қалыптасуы бүкіл қазақ даласында осы мемлекеттің дамуына қосқан үлесі үлкен қасиетті жер деп білемін. Мүмкін жаңа сіз айтпай кеткен шығарсыз, мүмкін осы қасиетті жердің әсері жоқ па сіздің тұлға болып қалыптасуыңызға? Енді туған жерге туың тік деген жақсы сөз бар ғой қазақтың. Кіндік қаның тамған жердің қасиетті топырағы әрқашанда әсер береді әр адамға. Өйткені адам баласы жалпы арғы жаны келген өзіне топырақтан жаратылған деп айтылады. Енді жаратушы солай жаратты ғой біздерді. Сондықтан да топырақтың қасиеті әрқашанда ерекше. Оның үстіне сенің туған жерің әдемі көлдермен, биік асқақ таулармен, ну орманды ағаштармен мөлдіреп тұрса алдында, оның бір ғой адамға әсері әрине міндетті түрде болады. Сондықтан да менің туған жеріме тіпті кезінде осы туған жерге байланысты өлеңде жазып шығарған едім. Бақ қонған Баянауыл қымбат маған, ғұлама би батырды туған далам, керемет қасиетін әрқашанда мәңгілік өмір бойы жырлап бағам деп. Сондықтан да бір ғой, бұл қасиетті ел әркімнің өз туған жері өзіне қасиетті. Сондықтан да менің туған жерімнің табиғаты ғана емес, мен жаңағы сіз айтып отырған тұлғаларымен мақтанамын. Себебі сол жерден сонау Бұқар жыраудан бастап арғы, мен жаңа айтып отырған Мұса Шорманұлы, оны жалғастырған Қаныш Сәтбаевтармен мақтанамын. Себебі не? Мысалы жаңағы өзіңіз айтқан Мұса Шорманұлы, ол кісі атақты Мәшһүр Жүсіпке. Мәшһүр Жүсіппен қалай мақтанбайсың? Абайдай дәрежеге жеткен адам. Мәшһүр Жүсіпке Мәшһүр деген атты әлемге әйгілі болсын деп жаңағы Мұса Шорманұлы берді. Немесе соны оқуына көмектесті. Тағы да білімге кеп тіреледі. Ал енді осы кісінің туған жиені болып, қазақтың ең тұңғыш ғалымы 30-ға жетпей опат болып кетті. Нағыз жарық жұлдыз сол Шоқан Уәлиханов болатын. Шоқанның әр адамның жақсылығы, мықтылығы нағашыдан дейді. Сондықтан да Мұса Шорманұлындай нағашысы өзінің тегі өз алдына бөлек, Абылай ханның ұрпағы болғаннан кейін. Сондықтан мықтылардың, тектілердің анау айналып келгенде бәрібір мынау мемлекеттің даму жолында жасайтын істері, оның барлығы да тағы да сонау патшалы Ресей, немесе одан кейін о заманда өмір сүрген Шоқан Уәлиханов болатын болса, ал енді кеңестік дәуірде өмір сүрген Қаныш Сәтбаевтар міне ғылымды нағыз биік дәрежеге көтерді. Сондықтан да Қаныш Имантайұлы Сәтбаевты алғашқы академик қана емес, сонымен қатар мемлекет басшысының айтқан керемет сөзі бар. Мынау Абай біздің ұлттық руханияттың темірқазығы болатын болса, Ахмет Байтұрсынұлы ұлт ұстазы, ал қазақ ғылымының атасы Қаныш Сәтбаев болып табылады деді. Міне үш тарихи тұлға. Кез келген мемлекеттің мақтанатын тарихи тұлғалары бар. Ашуын бүлік ерекше жоғары дәрежеде айтуға толық қақымыз бар деп санаймын.
Сондықтан әрине тұлғатану саласында отансүйгіштікте бұл тарихи тұлғалар үшеуі де айтып отырған жаңағы отансүйгіштіктің ең жоғарғы дәрежесін көрсеткен адамдар. Жеке басының мүддесін емес, алдағы болашақ өмірді болжай біліп, менің ұрпақтарым келесі қазақ халқының ұрпағы қандай мемлекетте сүреді, қалай дамиды, солардың болашақ үшін не істесем, не қандай менің қолымнан не іс келеді деп нақты өздерінің еңбектерімен даңғыл жолды ашуға да тырысты, руханият жағынан оны байытты, және бүгінгі ұрпақ біз солардың игілігін көріп отырмыз деп нық сеніммен айтуға болады. Өзіңіз мен күткен жауапты айттыңыз. Тұлғалармен мақтанам, тұлғалар айналып келгенде әсер етті сіздің тұлға болып қалыптасуыңызға. Енді Қаныш Имантайұлы, Әлкей Марғұланұлы, Мәшһүр Жүсіп-Көпейұлы, Сұлтан Торайғыров бар. Бұлай тізе берсе кете береді. Сіздің көп Баянауыл өлкесі шыққан ғалым адамдар, өте елге танымал азаматтар. Енді біз тілге тиек ететін Қаныш атамыз. Менде сол Қаныш Имантайұлының тікелей өмір байланысы бар. Өлкеден шыққан азаматпын. Өзім тарихта маған атам Әлкей Марғұлан атын қойып кеткен, ғалым болсын деп. Бірақ әттеген ай біз ғалым болмай кеттік. Бірақ сөйте тұрып ғалымдарды біз пір тұтам өзіме. Енді артық айтпақынша, бірақ өзім ойым, солай өзім пір тұтам. Енді шын айту керек, үлкен ұлы тұлға Қаныш Имантайұлы. Ел мақтану керек. Бірақ мен ойымша көп азаматтар кейде жаңа айналып кетеміз. Блогерлерді пір тұтқан азаматтар кейде бұл азаматтарды біле бермейді. Мен білем, сіз соңғы кезде бар күш-жігеріңізді ұлы ғалымның атын дәріптеу үшін, ел есінде қалдыру үшін аянбай еңбек етіп жүрсіз. Жалпы өз ойыңыз неге осы бар күш-жігерін салып жүрсіз? Қаныш Имантайұлының атын қалдыру үшін. Қаныштың есімі мен сізде мәңгілікке қалған есім деп санаймын. Себебі Қаныш Имантайұлы Сәтбаев, жаңа айтып өттім бай, қазақ елінің қазына байлығын ғана ашушы емес, соның көзін көрсете біліп, ертеңгі ұрпақ сол игілікті көрсін деді. Міне, бүгінгі қазақ мемлекетінің экономикасының қалыпқа келіп, немесе қалалардың салынып, шөлейт далаларда жаңағы Ертіс Қарағанды мынау каналының салынуы, немесе бар ғой, ұлттық ғылым академиясының ғимараты ғана салынып қана қоймай, биыл 80 жылдығы тойланатын осы академия арқылы қаншама кадрларды, яғни қаншама тұлғаларды тәрбиелеп шығарды. Ғалымдарды. Ғалымдар ғана емес, мынау қайраткерлер. Ғалымды дайындау ғана өзі алдына бір бөлек дүние. Ғалымның да ғалымы бар. Тек қана өзінің еңбегімен ғана қалып қоятын. Ғалымдар бар. Сол еңбегін жаңа нақты нәтиже бере біліп, елдің гүлдену жолында еңбек жасайды. Содан кейін ол өзінің білімін, ғылымын, жаңағы әдебиет, мәдениеттер саласында, руханият саласында жұмыс істей біліп, ол ғұламалық деңгейге көтерілетін ғылымдар болады. Міне, ғалым мен ғұлама екі түрлі мағынаны береді. Біз кейінгі кезде мынау уағыздау, дін саласында да жүрген адамдардың бәрін ғұлама қылып жібердік. Бұл дұрыс емес. Ғұлама, ұстаздық енді байқап сөйлемесе болмайды. Педагог деген бар, мысалы бар ғой, мектеп, мұғалім деген бар. Бірақ ұстаз, жаңағы бар, ұлттың ұстазы болған Ахмет Байтұрсынұлы, ол басқа деңгейде. Сондықтан бар ғой, бұл сөздердің өзінің нақты мағынасын беретін дәрежеде дұрыс қолдана білуде, ол да бір бізге бүгінгі күні қажетті дүние деп санаймын. Орнымен пайдалану керек. Орнымен пайдалану. Соның ішінде мен жаңа айтып тұрған ғұламалық дәрежеге жеткен, бұл енді Қаныш Имантайұлы Сәтбаев, немесе өзіңіз айтқан Әлкей Марғұландар, жаңағы Ахмет Байтұрсынұлдар, Шоқан Уәлихановтар. Міне, ол ғұламалар және бар ғой, олардың мерейтойлары 100 жылдығы болсын, немесе 150 жылдығы болсын, олар ЮНЕСКО дәрежесінде тойланды.
яғни бүкіл әлемдік дәрежеде әлем білетін ғалымдар ретінде тойланды. Ал олар тек ғұламалар ғана сондай дәрежеде тойланады. Барша адамзат үшін. Адамзат үшін олардың еңбектері адамзаттың даму тарихында қандай еңбек сіңірді, қандай пайдалы дүние қалдырды. Олардың бойына тек сөзбен ғана, рух қана беру емес, нақты іс пен нәтижемен оның бір қызығын бүгінгі ұрпақ көрсін деген оймен жасалған. Яғни жаңағы тарихтың дөңгелегін дұрыс бағытта дөңгелете білген ғұламалар болып саналады. Сондықтан да мен айтарым, Қаныштың рөлі мынау дұрыс түсінген адамға кезінде тіпті бұл кісінің еңбегін мойындатуға қарсылықтар да болған жағдай болды. Кеңес заманында. Иә, келеңсіздіктер болды. Бірақ та қазіргі Қаныштың еңбегінің мықтылығы сол. Жаңағы бар байлықтың көзін ғана ашып қана қоймай, екінші бүгінгі күні мына жаңа конституция бойынша айтып жатқан жер, табиғи байлықтың ресурстар ғана емес, сонымен қатар мынау бар ғой, адам капиталы, яғни адамның әлеуетінің толық дәрежеде қолданылуы, оны пайдалы қазақ елінің мынау даму жолындағы дұрыс қолдана білу де сол заманда көрсете білген тағы да Қаныш деп санаймын. Себебі әрбір салада ол тек қана өзінің геология саласы емес. Бүгінгі мен мысалы химик ретінде химия саласының, жаңа Әлкей Марғұландар археология саласы, Шапық Шаукендар энергетика саласы. Солай талай саланы мықты кадрларды әкелді. Солар жаңағы Қазақстанның экономикасын дамытуда үлкен серпіліс жасады. Көрдіңіз бе? Міне, ол әртүрлі. Мысалы, тіпті бір мынау қазіргі құқықстану саласын алайық. Салық Зимановтар. Қандай мықты ғалымдар? Айтыңызшы. Конституция. Иә, конституция. Анау міне осындай әр саладан мықты мектептерді, ғылыми мектептерді салып кетті. Соның жемісін біз бүгін көріп отырмыз бе? Жаңағы өзіңіз айтқан отбасында салынатын дәнекті салғаны сол, ол бірге мектептегі көк ағаш болып өзінің көк дегенін көрсетті. Ал ең соңында міне бүгінгі күні жемісін біздер алма ағашы болатын болса, алманы сіз жемісін көресіз, сол соңында алманы жейсіз. Сол сияқты бүгінгі де сол кадрлардың мына экономикамыздың, қазақ елінің жалпы руханият саласы болсын, әдебиеті болсын, мәдениеті болсын, жалпы бір ғой қай сала болсын, соның дамуындағы істеген істері, еңбектері амалсыздан деп болмаса да мойындалғаны соншалықты енді Қаныштар ол ешқашан ұмытылмайды. Жалпы бір ғой тұлғалар деп сайын көріп жүрген адамдарымыз негізінен бір 100 жылдықтар тойланады да, содан кейін ұмытылып қалып қояды. Тарихтың бір өшірілген аңдасыңда мүмкін қалып қалады. Ал мынау Қаныштар, Ахмет Байтұрсындар, олар бір ғой 1000 жылдықтардың адамы. Яғни 100 жылмен шектелмейді. 1000 жылдықтарға кетті. Өйткені Ахмет Байтұрсынның 150 жылдығының тойлануы бүкіл ел болып, әр халықтың мынау сүйіспеншілікпен айтылуы, сол жолда жасалынған істер, немесе Қаныштың кешегі 125 жылдығы, енді алдағы келетін Әлкей Марғұланның 125 жылдығы, бұлар үлкен мемлекеттік деңгейде тойланып жатқандығы, ол қажет дүние. Өйткені кейінгі ұрпақ білуі керек. Әрбір 25 жылда тойлану ширек ғасыр. Мысалы, бір ұмытыла басқан дүниелер, бір жас жаңағы келген келесі бір ұрпақ, новое поколение деп жатамыз ғой, соларға терең түсіндіріп насихаттай білсек, ол бір әрі қарай алып кетеді. Міне осының бір жақсы көрінісін айтып кетеді. Әдейі мына кітапты алып келдім мен бүгін. Қаныш және ғылыми майдан деген. Осы кітап арқылы қазір мынау тиражы таратылған. 100 мыңнан асып кетті. Неше жылда екен? Оқып жатқан адамдардың сатылымға түскен. Соңғы 1-2 жылда болған шығар. Иә. Соңғы мынау 125 жылдығына шығарған кітап. Қазір әрбір мектеп осы күні Қазақстан түкпір-түкпірінде оқытылып жатыр. Және мектептер 21 ғасыр Қаныштың ғасыры болады деген дүниені Санжар Керімбай бастаған
команда Мгм. үлкен деңгейге көтеріп жатқанына мен қуанамын. Насихаттап, иә. Себебі насихат жұмысы өте жақсы керемет жүріп жатыр. Мгм. Яғни бұл мектепте алған білімін ертеңгі күні әрбір жас оларға 10 жылдан кейін жемісін береді. Мгм. Өйткені олардың мынау Санасында. иә санасында қалды. Мен қаныш сияқты азамат болсам деп. Сондықтан да мен сіздің жаңағы айтқан сөзіңіздің бәріне тағы да айтамын, келісе қоймаймын. Бүгінгі танымал болған тұлғалар шығар, олардың барлығы өтпелі дүние. Ал мынандай тұлғалар өзектілігімен, өзінің мынау іргелілігімен мәңгілікке қаланған кірпіш сияқты олар бар ғой, өзінің дүркін өзінің дүниелерін жас ұрпаққа беріп тұрады. Және бұл мыңжылдықтардың адамдары. Мгм. Иә. Алтынбек аға, бала кезімде мен Медеу Сарсекеевтің кітабын оқып өстім. Біздің туған жерде мынадай айтады түгін. Осының біздің әрбір жерінде қаныш атамыз бен әркем ағалардың ізі қалған дейді. Кейбір айтады, бұл кісілер дейді, күніне 50 километрді жүріп шығады түгін дейді. Таудасты аралап деген сияқты. Сол жерден біз өстік, біз де жүрдік. Сондықтан біздің санамызға сіңірілді бұлардың тұлға ретінде. Бірақ шын айту керек, қазір жас балалардан сұрасақ, кім боласың десе, блогер болам деуі мүмкін, спортшы болам деуі мүмкін. Әрине ол мамандықтарды біз төмендетпейміз. Бір заманы талабы шығар, нарық қазір. Бірақ дегенмен сізбен біздің ойымыз бір жерден шығып тұр. Бұл кісілер мәңгілік тұлға образында қалу керек бұл кісілер. Енді қазіргі таңда мен сарапшы ретінде білемін, сіз үлкен жұмыс жасап жүрсіз. Қазір біле білсек, кітаптың көп дүние шықты, атамызды насихаттау үшін. Кино шықты, көрген шығарсыз. Осыдан 2 жыл бұрын шықты фильм. Білмеймін, сіздің ойыңызға шықты ма? Менен былай жартылай ойына, көңіліне шықты. Әлде бір үлкен, тіпті экшн форматта фильмдер түсіру керек шығар. Сіздің ойынша қазіргі таңда әлі қандай жұмыстар жасалып жатыр, және қандай жұмыстар жасалу керек деп ойлайсыз? Мен мына сіздің осы подкастқа келердің алдында ұрпаққа да біз не айтсақ осы тақырыпта деген оймен келдім. Жалпы бұл отансүйгіштік, патриоттық сезімді қалыптастыру жолында жаңа тегін айтқан жоқпыз, отбасынан басталады деп. Тіпті бір ғой, мынау уыз туған күннен басталса да артық емес деп айтқым келеді. Осы бағытта мынау үлкен бір қызмет жасап жүрген азамат бар. Әдейі алып кетіп, мынау Кенжехан Матышановтың уыз тәрбие деген кітабы. Қарап отырсаңыз, осы кітаптың ішінде жаңа сіз айтып отырған патриоттық сезімді қалыптастыру мәселесі кеңінен талқыға берілген. Себебі бар ғой, бізде мұнда көп жағдайда жаңағы тәрбие мәселесіне келген кезде ұлттық құндылықтарымыз, ұлттық тәрбие, қазақи тәрбие жағынан біздер ақсап жатқандығымыз жасырын емес. Кеңес заманында білімді болу жағынан мүмкін алға қарай шыққан шығармыз, бірақ тәрбие, ұлттық тәрбиені көп жағынан біз жоғалтып алдық. Сондықтан да уыз тәрбие деген атының өзі көбіне беріп тұр. Дұрыс оққан. Мұны бар ғой, жалпы менің ойым, әрбір осы мектептерде дұрыс жағына кіргізе берсек. Мектеп емес, тіпті бір балабақшадан мен айтқым келетіні. Себебі осының бәріне әсері соңында келетіні тіл мәселесі де көтеріледі. Енді жалпы көп дүниеде жағдайда мынау ұлтаралық қатынас тілі ретінде алдағы өмірде біздің ана тіліміз келсе деген арман да бар. Солай болу да керек. Сонда ұлттық мүдде тұрғысына келген кезде біз бір мүдде, бір тіл жағдайына келсек, онда бір ғой тәрбие мәселесі дұрыс оңалады деп ойлаймын. Енді тіпті қиын жағдайда деп айта алмаймын, бірақ мен ұлттық мүдде тұрғысына келген кезде біз жаңағы уыз тәрбиені беретін дүние сол жағынан ақсап жатқандығымызға мен кішкене тоқталғым жатқанында сол. Енді жаңа сіздің сұрағыңызға байланысты айтқым келетіні, біздерде мынау әрбір өзіңіз айтпақшы тәрбиенің сіз жаңағы берген білім, Әл-Фарабидің сөзі бар ғой, ол енді адамзаттың қашауы деп тіпті қатты айтты. Көп мектептерде жазылып тұрады сол сөз. Сол. Яғни біз сол
мәселені келген кезде оның да бір жақсы емес жемістерін де көрген жағдай бар. Яғни сол жағы түзелсе деген ой бар ғой. Дұрыс па? Дұрыс. Сондықтан да жаңағы Қаныш Сәтбаев немесе бір ғой кімнің Ахмет Байтұрсынұлының білім мен ғылымның шамшырақты ретінде олардың мыңжылдықтарға ұласатындығы себебі олар алдында тұрған Әл-Фарабиді көрді. Әл-Фараби елімізге әйтеуір Құдайға шүкір қайтып келді. Ол нағыз мыңжылдықтың адамы. Көрдіңіз бе? Сондықтан да соның барлығын олардан алған. Бұл да ғылымның адамы, қарап отырсаңыз. Яғни ғұлама ғой. Әлемдік ұстаз ғой. Әлемдік, Аристотельден кейін екінші ұстаз дейміз. Яғни бұл не деген сөз? Тағы да білім мен ғылымды терең меңгерсең, оның жемісі әрқашанда өзінің игілігін береді деген сөз. Мынау уыз жаңағы тәрбие деген кітапқа қарап отырмын. Мен ойымша қазір басқалар білемін, мен балаларым өзі уыз деген сөзді білмеуі мүмкін да. Қазақтың тіл сөзі ғой бағарасы. Енді бесіктен деген сияқты тәрбие тал бесіктен дейді. Енді аға, шын айту керек, бір қоғамда өмір сүріп отырмыз. Қазір тақырыбымызға арқылы отырған патриоттық тақырып ғой. Кейде өткенде Конституцияның өзінде жазылған баланы тәрбиесіне ата-ана жауапты деген норма енгізілді. Бірақ әттегене кейде 90-шы жылдардағы қазіргі аға буын қазір әке болады, бір аттаса ата болады. Бірақ солар кейде қысылтаяң уақыттарда кейде тәрбиені көрмей қалуы мүмкін. Қазір нарық болып жатыр. Сондықтан қазіргі сіздің қалауыңыздағы ұрпақты тәрбиелеу үшін, осыны жаңа айтып кеттіңіз, ғылым, білімге бейімдеу, отанды сүйетін. Қазіргі таңда не айтар едіңіз, не жасап жатсыздар, как сенат депутаты ретінде, мемлекет не жасап жатыр, және не жасауымыз керек әлде? Ертең өкінбеу үшін қазір қандай қадамдарға бір үндеу ретінде болса, мүмкін білім министрлігі болсын, енді оларда көп дүние жасап отыр ғой, деген өзіңіздің как өмірлік бір ұстаным қарап, ой тоғытып, нетіп, үндеу ретінде айтып берсеңіз. Мен бұл сұраққа былай деп жауап бередім. Жалпы бар ғой, біздер кезінде мұны тіпті алаш қайраткерлері айтып кетті. Мемлекетіміздің дұрыс даму жолына түсер кезде олар Жапонияның тәрбие мәселесінде ғана емес, жалпы сол мемлекеттің ұстанымын жолында алғылары келді. Себебі бүгінгі күні, бірақ енді өмірдің жазуы сол болды, біз кеңес үкіметінің жолына түсіп кеттік қой. Енді бүгінгі күні соның сарқын шақтары әлі де айтылуда осы күні. Ал былай қарап отырсаңыз бір ғой, жалпы жаңа сіз айтқан сөзіңізге байланысты мен сол қайраткерлердің, алаш қайраткерлердің ұстанымдары бойынша Жапонияның алған жаңағы тәрбие мәселесіне келген кезде бүгінгі күні мектепте беріліп жатқан білімі немесе тәрбие мәселесіндегі істері мүлдем басқаша. Қазіргі Жапония. Қазір олар неге бұл алдыңғы қатарлы мемлекет, нағыз дамыған мемлекеттердің бірі. Көрдіңіз бе? Ұстаным дұрыс болды. Тәрбие жағынан. Тәрбие ғана емес, білім беру мәселесі. Тәрбие мен білім екеуі біріккен жағдайда ғана ол жаңа тұлғаларды береді ғой. Ал ол тұлғалар елдің экономикасын көтереді, мысалы. Руханиятын нығайтады. Міне осы жолда алған білімдері немесе бір ғана мемлекетті алыңыз, кішкентай Израиль, еврей халқы. Балаларын қалай тәрбиелейді жасынан? Неге олар ғылым мен басқа жақтан жетістіктері үлкен дәрежеде? Міне тағы да ғылым мен білімнің жетістігі арқылы жетіп отырған дүниелер. Құндылық ретінде. Иә. Енді мен қазақ мемлекетін жаңа сіз айтып отырсыз ғой. Біздің алып мемлекетіміз бар жердер. Қазақ халқының потенциалы өте үлкен. Интеллектуалдық жаңа зияткерлік тұрғысынан келген кезде. Яғни осылардың барлығын әрі қарай дамыту үшін неге біз жапондардың жақсылығын, жақсы жағын неге алмаймыз? Көшіріп. Иә. Немесе бір ғой жаңағы еврей халқының баланы тәрбиелеудегі, білім берудегі жолдарын неге алмаймыз? Яғни біздің потенциалымыз соны әкеліп шуының басын қосатын болсаң, қазақ елі нағыз дамыған үлкен биіктерге, үлкен алдыңғы қатарлы деңгейлер көтеріледі.
сол жолда қазіргі мынау ел президенті Қасым Жомарт Кемелұлының алдымызға қойып отырған мемлекеттегі реформалары осы жолға әкеледі деп ойлаймын, және соған әкеліп те жатыр. Алдымен әділетті Қазақстан құрып алайық деп жатыр. Әділетті Қазақстан болған жағдайда, әділет болған жерде береке бар, өйткені береке біздің елдің дамуына әсер етеді. Ал заң мен тәртіп біздерде ол жағы егер ақсайып жатса, ол да тәрбиемен келетін дүние. Жаңағының барлығын жастайында сен тәрбиелейтін болсаң, мен бүгінгі таза Қазақстан деп жатырмыз. Неге таза Қазақстанда мен бір жерде баруға жүріп немесе түкіріп кететін, немесе қағаз лақтырып кететін әдет қайдан пайда болды? Ал егер де жапондардың жаңа тәрбиесі сияқты жастайынан тәрбиелейтін болса, оларда бұндай бар ма? Жоқ. Көрдіңіз бе? Көшеге қағаз лақтыру немесе басқалай жасау. Міне, оларда заң да, тәртіп те жоғары дәрежеде. Соған қарай бізде ұмтылу мемлекетімізде бар. Яғни біздің болашағымыз, мемлекетіміздің гүлденуі, жаңағы әділетті Қазақстанға жету жолдарында жасалынып жатқан жұмыстар бүгінгі өмірімізде бар, және соны іске асыратын сіз бен мен сияқты азаматтар болу керек деп санаймын. Рахмет. Алтынбек, сіз көп өміріңіздің бөлігіңізді мемлекетке арнадыңыз. Өзі қазір нарық жағдайына көбінесе кәсіпкерде болады ғой. Сіз қарап отырсақ, ғалым болдыңыз, одан университетті басқардыңыз, тәрбие процесінде жүрдіңіз. Қазір енді қоғам тәрбиесінде жүрсіз. Ол енді жаңағы сенатта сіздер заң қабылдайсыздар, жалпы мүдде деген түсінік бар да, жеке мүдде, мемлекеттік мүдде. Сіз бола ма сондай? Кейде жеке мүдде басып кететін, нарықта өмір сүріп отырмыз ғой. Әлде әрдайым мемлекеттік мүддені жоғары қоясыз? Бұл сұрағыңызға былай деп жауап бергім келеді. Жасаған ісің мен. Мысалы, тегін айтқан жоқпын өткендер туралы. Өткенді қадірлей бір өткен тарихынан сабақ ала білсең, сол арқылы үлгі өнеге болашақ ұрпаққа көрсете білсең, онда сенің өміріңнің тек басқа өмір сүрмегендік. Мысалы, мен жаңа сіз айтпақшы, Мұса Шорманұлының үлкен мавзолейін салдық ауылымызда. Бір кішкентай ғана Қаныш Сәтпаевтың туған ауылы. Сол ауылды көтерейік осында. Міне 2018 жылы салынып еді. Содан кейін сол мавзолейдің салынуы арқылы, жаңағы кейде қазақша айтқанда біз енді аруақтардың разышылығы дейді ғой. Міне содан кейін ауыл бірден көтеріліп даму жолына түсті. Енді оған әсер берген әрине осыдан 2 жыл бұрынғы Қаныш Имантайұлы Сәтпаевтың 125 жылдығы. Қаныштың туған жері болғандықтан мемлекеттік деңгейде жалпы республикалық жоспар қабылданып, 52 пункттен тұратын жоспардың бүгінгі таңда 48 пункт орындалды. Яғни бұл не деген сөз? Қанышты насихаттау арқылы біздер оның туған жері, сол Баянауыл елінде, жалпы Ертіс Баян өңірі, Павлодар облысында үлкен аумақты істер атқарылды. Яғни бір ауылды гүлденуі, олардың жол тартылуы, жаңағы шамшырақ ретінде көшедегі шамдардың қалыпқа келтірілуі, тіпті бір су мәселесінің шешілуі, мектептің жаңадан күрделі ремонттан өтуі, мектеп қаланың мектебіндей болды. Білім ошағы. Баянауылды айтасыз. Жаңағы біздің жоқ Қаныштың туған жері, кішкентай ғана ауыл. Жаңа үйлер салынды дегендей. Немесе бір қойсан Баянауылдың бір торларына арналған республикалық деңгейдегі жаңағы лайтбокстардың қойылуы. Оның бәрі насихат, былай қарап отырсаңыз. Яғни ауылдан кетіп жатқан халық, ауыл гүлдене бастағаннан кейін қайта ол ауылға көшіп келетін адамдар пайда бола бастады. Сол рухани орталық ретінде бүгінгі күні біздер енді қазақ болған зиярат етіп жатамыз ғой. Жаңа Мәш Жүсіптің басына барамыз. Енді бүгінгі күні сол кісінің ұстазы болған Мұса Шорманның басына барып жатыр. Ар жағында Қаныштың кіндік қаны тамған жер жатыр. Осылардың барлығы ары қарай тағы бір жол салсақ дегеніміз бар. Өйткені Бұқар жыраудың басына дейін осы тарихи орындарды қосатын болсақ, бұл дайын этнотуристік маршрут болар еді.
Ертеңгі күні қаншама халық Баянауылға демалуға Жасыбайға барған халық жаңағы 100 километрлік жолды жүріп өткен кезде талай тарихи орындарды көріп, өзінің рухын, өзінің бойындағы мынау мынандай біздің ата бабаларымыз болған екен, осылардың аманаттары бүгінгі күні бізге жетіп отыр. Соларды деңгейінде бәрібір Құран оқып біздер ұрпақ барады ғой, солаған үйретіп жүрміз, зиярат етеді. Яғни сол ұрпақтары ата бабаларының жасаған еңбектерін дұрыс дәрежеде көре білсе деген оймен жасалып жатқан істер болатын. Міне осының барлығы бүгінгі күні болмаса да ертеңгі күні ол өзінің жемісін беретініне менің күмәнім жоқ. Аға, мынау кітап тұр, сіздің осы су жаңа шыққан кітабыңыз. Үлгілі өнегелі өміріңізді осы бір кітапқа салдыңыз. Мен қарап шықтым. Өзіммен қатар мен балаларыма оқыттым. Өйткені мен тұлға арқылы тәрбиелеймін оларға. Шын айтыр, мен үшін басқа әнші, биші, енді олар төмендетпеймін, бірақ мен үшін осы қоғам қайраткері, ғалымдар как балаларға бір бағыттаушы ретінде көрсетемін. Енді қараңыз, сіз үлкен еңбек жасап жатсыз. Қаныш Имантайұлының, мен азаматтар білмей шығар, Астананың төрінде тұрған ескерткішінде қойылымына сіз түрткі болдыңыз. Одан бөлек көптеген жұмыстар істелінді, және де істелініп жатыр. Бірақ алайда ақпаратты кеңістікте көбінесе көрмей жатады. Шын айту керек, сізбен біздің қалауымыз бүгінгі Жапония, Израиль деңгейіне шығу. Бірақ ол үшін дұрыс ақпараттар беру керек азамат, жастарға. Енді жастар қазіргі таңда көбінесе қажетсіз дүниелермен, мүмкін сіз келіспей шығарсыз, менің көзқарасымда бір ғылымда азайып кеткен сияқты жастар. Оны құндылық ретінде көрмейді. Бірақ мынандай әлеуметтік желіде қажетсіз дүниелерге сусындап жатқан азаматтар көп. Осы тұрғыда не істеуіміз керек? Сіз енді сенат депутаты ретінде бұл әлеуметтік желіні мүлдем шектеп тастауымыз керек пе? Немесе осыны пайдаланып, басқа да бір контенттер жасап, көбінесе кіргеніміз дұрыс па? Өйткені қазір жіберіп қойсақ, ертең балалар біз Жапонияны көре алмай қаламыз да. Сіз өз сұрағыңызға өзіңіз жартылай уже жауап та беріп қойдыңыз. Себебі бар ғой, әлеуметтік желі деген менің түсінігім бойынша бұл жүзі жарқырап тұрған екі бағыттағы, екі жағда екі жүзі бар қылыш сияқты. Себебі ол қылышты қалай сермеуіне байланысты ғой. Қиып түседі, оның бар ғой, егер дұрыс түсінсең, әлеуметтік желі бүгінгі күні қаншама адамға керекті, қажетті мәліметті, ақпаратты беріп жатыр. Енді оның дұрысын алуымыз керек қой. Сонымен қатар дұрыс емес мынау тәрбие мәселесінде болсын, адамға өтірік, тіпті фейк информациялар деп жатамыз да. Тіпті жас балаларды уландырып жатқан мәліметтер де бар. Мысалы, сондықтан бір екі жүзді қылыш сияқты бұл. Оны дұрыс қолдана білу мәселесі. Яғни біз мынау қазіргі цифрландыру заманы жасанды интеллектімен келіп жатуы. Енді осы жасанды интеллектіні оның өзін дұрыс қолдану тағы да. Яғни мемлекетті жаңа бір дәрежеге көтеру жасанды интеллекті ғылымның бұл нәтижесі ғой. Ғылымның арқылы келген дүние. Сондықтан оның жақсы жақтарын қалай дұрыс қолдану мәселесі үлкен халықтың алдында қойылып отырған бұл үлкен дүние деп айтуымыз керек. Себебі бар ғой, 3 жылда алдағы цифрландыру және жасанды интеллекті деп жариялаған мемлекет басшысы енді соның барлығын дұрыс орындалуын қадағалау. Ол жолда сізбен біз дұрыс қызмет қылуымыз керек. Қазір тіпті бір ғой, жасанды интеллект мына университет ашылып жатыр. Соған талантты балалар түседі екен деймін ойлаймын. Өйткені жастар, жаңа Мағжан Жұмабаев, алаш қайраткері, ақын ақиық айтпақшы, мен жастарға сенемін демекші. Сол болашақ жастардікі ғой. Сол жастар ғой мемлекетімізге дұрыс даму жолында қызмет қыла білсе. Ертеңгі бұдан кейін бүгінгі қазақ мемлекеті енді бір 50 жылдан кейін қандай мемлекет болады? Жаңағы алдыңғы жаһандану процесі кезіндегі біздер мемлекетіміз басқа алдыңғы дамыған мемлекеттердің қалып қоймау мәселесі қазір. Оның үстіне күрделі геосаяси жағдайда мемлекетіміздің елдің тыныштығы керек. Бұл жағына келген кезде шын мәнінде
мына билікте отырған азаматтар, әрине мемлекет басшысы, Құдайға шүкір, дипломатиялық салада біздердің мемлекетіміздің тыныш мынау даму сатысында дұрыс бағытта жүріп жатқандығымыз ол жағынан әрине қуантады. Сондықтан да ғылымның дамыған, жаңа технологияның, инновацияларды біздер дұрыс қолдана білетін жас ұрпақ келсе деймін. Және сол мемлекеттің даму жолында осы инновация, жаңа жасанды интеллект барлығын дұрыс қолданса, біз мемлекет ешкімнен қалмаймыз. Қайта жаңағы өзіңіз айтқан екі мемлекетті үлгі ретінде келтірдік қой. Солардың деңгейіне жету жолында бір табан болсын алға жылжысақ, ол мемлекеттің дұрыс саясатының жемісі деп білер боламыз. Көп рахмет. Соңғы бір сұрақпен тамамдайыншы. Еліміз салыстырмалы тұрды ғой. Көптеген елдерден көшілі еліміз. Жетістігіміз жоқ емес. Өте көп салаларымыз көп, иә? Білімде, ғылымда, өнерде болсын, әлемді бағындырып жатқан салаларымыз көп. Бірақ шын айту керек, сәл-пәл енді өзіңізді жаңа негіздеп айттыңыз ғой, ұлттың мықтылығы ғылым біліммен өлшенеді дедіңіз. Отан сүйгіштік те сонымен өлшенеді. Қазіргі таңда біз үлкен жетістіктер, спорт, әнде бармыз. Енді атауларын айтпай қойын, үлкен гран-при бір нәрсе алып жатамыз. Бірақ ғылымда мүмкін жетістіктер бар шығар, кейде сол ақпараттарынбайды. Тіпті оны бір нәрсе біздің жастар қазір әлемдік деңгейде математика, физикада қазір жеңімпаз болып жатыр. Робототехникадан 2 мәрте чемпион болған дейді. Бірақ ақпараттық кеңістікте бұл мүмкін беріп жатыр, бірақ халық олмен сусындамайды. Енді сіздің ойыңыз осымен түйіндесек, біз сапалы ұлт болу үшін бәрібір осы көптеген дүние жасалынып жатыр ғой қазір. Бағдарлама жасалынып жатыр, заң қабылданып жатыр. Енді алда бағытымыз қандай болу керек, осыны түйіндесек, жалпы мықты ұлт ретінде қалыптасу үшін. Енді біраз мұның барлығын негізінен айтып өттік деп ойлаймын. Да, айтып өттік деймін. Және бір сөзімді қорытындылады десеңіз, мен жастарға... Ұмыт кеттім. Әттеген-айымыз Нобель сыйлығын алмаған азаматтарымыз бар. Алмаған еліміз. Соған жету жолында не істеуіміз керек? Бұл сұрағыңызға былай жауап берейін. Осы жуырда ғана мен өзімнің оқу бітірген қара шаңырағым Қазақ ұлттық университет Әл-Фараби атындағы соның химия факультетінде 5 жыл оқып, одан кейін 15 жыл қызмет атқарған азамат. Жаңа кандидаттық докторлық диссертацияларым сол жерде қорғалды. Менің ол жерде болған ұстазым Хабиболла Құсайынұлы Оспанов мені осындай қалыптасу жолында үлкен қызмет атқарғандықтан ғана емес, менің жалпы ұстазға деген құрметім, мойнымдағы парызым деп, сол жерде ол кісінің осы 30 мамыр күні үлкен бюст ескерткішін аштық. Казгуде. Сонымен қатар үлкен холл аштық. Және сол кісінің атындағы аудитория кабинет дәрісхана аштық. Халыққа ұнады. Оның барлығы бар ғой, ұстаздың деген құрмет. Сол кісі міне химия саласында 4 әлемдік дәрежедегі жаңалық ашқан. Өз елімізде онша мойындалмады. Соған қарамай ол кісі Ұлыбританияда ағылшын тілінде 5 монографиясын, Германияда 2 монографиясын, Ресейде 1 монографиясын шығарған. 1200 ғылыми еңбегін жазған. Соның дәлелденген сол мынау ғылыми еңбектері военно-промышленный комплекс дейді ғой. Құпия түрде технологиялары үлкен жаңағы кешенді комплекстерде кіргізілген. Шетелде. Кеңес үкіметіндегі Ресейдің өзінде. Себебі бар ғой, ол айналысқан тақырыптар жаңағы бериллий, уран, жаңағы алтын мәселелері. Осылардың барлығының еңбегінің бағаланған сол, соны технологиясын 4 әлемдік жаңалық ашып,
өзіңіз айтқан Нобельдік сыйлыққа номинант болып ұсынды. Және оны Америкадағы Майами штатының ғалымдары ұсынған болатын. Міне, қазақта номинант болды ол кісі. Үлкен. Сондықтан барға ғалымдардың көп жағдайда жұмысы айтылмай жатады. Енді ақындар тез танылады ғой. Әншілер мысалы бар ғой. Олардың өйткені олардың Алла берген қасиеті. Мысалы, ғалымның танылуы немесе бұл еңбегінің бағалануы уақытқа жетеді. Кез келген ғылыми іс ұзақ уақытқа жетеді. Мысалы бірге біздердің айтып отырмыз қазір мемлекет басшысының жанындағы ұлттық ғылым академиясының ашылуы. Бұл ғылымға деген көзқарасты қайтадан түпкілікті түрде өзгертіп жатыр. Ғылымға деген көзқарас өйткені кез келген мемлекеттің дамуы келесі бір сатыға көтерілуі ол ғылымға байланысты. Ғылымы дұрыс мемлекет ол алдыңғы қатарлы мемлекеттер қатарына қосылатын тура жол болып саналады. Сондықтан да мен тағы да айтамын. Біздің мемлекетімізде жасалынып жатқан істер өзінің нәтижесін, жемісін, жақсылықты жемісін алдағы өмірімізде беретініне тағы да менің күмәнім жоқ. Себебі мен өзімнің жаңағы қағидам деп сұрасаңыз, әрқашан осыны жылдар бойы айтып жүрген менің өзім қағидам бар. Әсіресе мына отансүйгіштік, патриоттық сезімге байланысты біз өткеннен дұрыс мынау сабақ ала біліп, болашақ өмірімізді ғалым ретінде болжай білу жолында жасалынған тұжырым деп те айтуыңызға болады. Біз әрқашанда айтамыз ғой, батыр болған бабамнан ел қорғауды үйренгем. Ары болған анамнан ар қорғауды үйренгем. Туып өскен ұямнан жер қорғауды үйренгем дейді. Міне осы үш дүниені жоқ, бұл ақынның қалыптасқан біздің мынау ұзақ жылғы өмірімізде қалыптасқан қағида. Сол қағиданы ұстай білген азамат өзінің атам екенін, туған елін, халқын шексіз сүйе білетін болса, ол да халықтың құрметіне бөленіп, сүйіспеншілік қасиетке бойына сіңірсе, ол әрқашанда абыройлы азамат болатындығы. Мына Қаныш сияқты ғұлама болатынына мен шүбәсіз сенемін. Алтынбайға көп рахмет. Алдағы еңбегіңізге сәттілік тілегім келеді. Эфирге алтын уақытыңызды бөліп келген үшін басымды иемін сізге. Мен бүгінгі тақырып жалпы патриоттық сананы қалыптастыру ғой қазақ қоғамында. Мен ойымша осы эфир жақсы таралса, көп мәлімет берілді және үндеу ретінде арнасақ та болады. Менен сұраса, жалпы бұл өмірден неден өкінесің десе, мен кезінде ғылымға бармаған үшін өкінетін шығармын деп ойлаймын. Бірақ дегенмен мемлекет өз дегенін жасап жатыр. Ғылым мықты, сапалы ұлт қалыптастыруда көп дүние жасап жатыр. Бұл тұрғыда біздің негізгі жұмысымыз жаңағы көрінбей жатқан дүниені ақпараттандыру, халықты көптеген осыны беруіміз керек. Міне қазір біз арнайы кітаптарды қойып қойдық. Міне өте үлкен кітаптар. Енді бұл жарнама ретінде болсын, әрбір отбасы балаларына осыларды оқытсын деп ойлаймын. Сізге көп рахмет. Тағы да аман болыңыз, жүз жасаңыз. Соңғы эфирлік бір-екі сөзіңізді тамамдасаңыз. Енді мен жалпы жастарға айтарым, Мағжан Жұмабаевтың сөзімен айтарым, кезінде біздің ата-бабаларымызға, енді менің әкелердің әкелері заманы болғандықтан мен жастарға сенемін деп Мағжан Жұмабаев айтты ғой. Сол сенген жастары мынау кейіннен Қаныш сияқты азаматтар бүкіл елді гүлдену жолында қызмет атқарды. Ендеше әрбір жастың рухы биік болсын дегім келеді. Армандары асқақ болсын. Және болашағына сеніп, мынау гүлденген Қазақстанның бақытты ұрпағы болыңыздар деп айтқым келеді. Және сол жолда адал қызмет қылыңдар. Ғылым мен білімге ұмтылыңдар.
және өз еріңнің тарихыңды ұмытпай, әдебиеті мен мәдениетін дамыту жолында руханияттың берік азаматы бола беріңдер дегім келеді. Рахмет аға.